69 мақсатымыз бар. Енді өзіміз өз бетімізше дайындалу үшін ең бірінші мен істеуім керек. Маған осындай ең болмаса анализ жасау үшін маған осындай бір кішігірім құрал керек. Мына Excel-дің сілтемесін сіздерге жібереміз, өздеріңізге бекітіп алсаңыздар болады, бөлісіп алсаңыздар болады. Копиясын создавать етіп, өздеріңізге байланысты өзгертіп алсаңыздар болады. Жалпы бұл тест спецификациясында келген бүкіл мақсаттар, бүкіл бөлімшелер, бүкіл тақырыптарды осы жаққа қойдық. Оқушы өз-өзін бағалауға арналған құрал ретінде осыны ұсынып отырмыз. Бұл жерде не бар? Мысалға компьютер құрылғылар тақырыбында оқу мақсаттарды жазып қойдық. 7-ші класста келген, 9-ші класста келген оқу мақсаттары, әрбір оқу мақсаты бойынша оқушы өз-өзін өзі бағалауға мүмкіндік алады. Яғни мен үйренуім керек, болмаса мен қайта қарауым керек бұны, болмаса бұл тақырыпқа мен сендім, бұған мен уақыт жұмсамаймын, мен келесі тақырыпты қарастыра беремін. Сол сияқты каждый кез келген оқу мақсатын қарастырып шығатын болса, мысалы сенімдімін, өйстіп қарастырып шығатын болса, оқушы өзіне түсінікті болады, қай жерде оның әлсіз тұстары, қай жерде оның күшті тұстары, қай жерге көбірек күш салу керек деген сияқты заттарды осы жерден бірден қарастырып өтсе болады. Қарастырып өткеннің нәтижесінде, мысалы, 16 тақырып, 17-18 тақырыбымыз бар. 18 тақырыбымызда бізде 69 мақсатымыз бар екен. Жалпы ұбт-да кездеседі деп, жаңағы тест спецификациясынан алып отырмыз. Ауадан алып отырған жоқпыз. 69 тақырыбымыз бар. Енді мысалға мен аламын да, мысалға барлығын белгілеп шығамын. Кейбірлерін мен қайта қарауым керек, кейбірлерін үйренуім керек. Ол тақырыптарды өтпеген екен, мысалы Python тілінде while'ды өтпедім деп есептедім. Ал кейбір тақырыптарын мен сендім, 100% сендім, что мен ол тақырыпта келсе, мен ол тақырыптарда жауап бере аламын деп белгілеп шықтым. Енді мына жерде процентті 69-дан 16%-ын біз сенімдім деп белгіледік, 16-сын сенімдім деп белгіледік, сол кезде оның проценті шығып тұр. Яғни мен бүкіл тақырыптардың 100%-дан 23%-ын мен қазір игердім деген сөз, сенімдімін деген сөз. Яғни осының арқасында мен мына жерде нәтижемді болжай алсам болады десек болады. Мен нәтижемді примерно көріп отырмын. Бұл жерде қарапайым формула жазылған, оны Excel түсінсеңіздер, бірге разбирать етеміз қазір. Мысалға мына жерде 65-ін ар жақтан сенімдімін деп белгіледім. Егер 69-дан 65-ін сенімдімін деп белгілейтін болса, 94%-ке мен дайынмын, яғни мен болжам бағам А деген баға болып тұр, яғни 5 деген баға болып тұр. Егер менде 45 болатын болса, 65% жоғары болып тұр, яғни менде Б деген баға шығуы мүмкін. 45 цельге, 45 оқу мақсатына дайын болатын болса. Ал егер менде мысалы 15-не дайынмын, қалғандарым дайын емес болатын болса, менде 21% дайындығым бар, С деген бағам бар, яғни менде жұмыс істеу аумағым әлі көптеу деген сөз. Осының арқасында жаңағыда айтып отырмыз, біз тақырыптарды көрдік, одан кейін барып анализ жасауымыз керек деген зат осы. Осы құралды өздеріңізге жеке пайдалансаңыздар абзал.